Армысыздар. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 174 бабы бойынша соңғы 3 жылда қылмыстық істердің саны азаюда. Біз Қазақстандағы тыйым салынған тақырыптарға пікір білдіріп, желідегі комментарий үшін қылмыстық қудалауға ұшырау мүмкін бе деген сұраққа жауап іздедік. Қазақстанда әлеуметтік желідегі комментарий үшін сотқа шақырылып қана қоймай, айтарлықтай жазаға да тартылуымыз мүмкін. Мәселен, 2017 жылы аталмыш бап бойынша 219 құқық бұзушылық тіркеліп, оның 138-і сотқа жіберілген, ал 2018 жылы сотта 120 қылмыстық іс қаралған. 2019 жылдың алғашқы 10 айында 58 қылмыстық іс сотқа жіберілген. 2017 жылдың қаңтарында Астана соты Йехова куәгерлердің мәсіхшілік орталығы діни бірлестік өкілі Тимур Ахмедовті діни алауыздықты тудырды деп сол жылдың 2 мамырында осы бап бойынша 5 жылға бас бостандығынан айырды. Статистикаға және жоғарғы соттың деректеріне сүйенсек, Қазақстанда ақталу үкімдері аз, дегенмен мүлдем жоқта емес. Мәселен, Кетпен ауылының мектебінде болған жағдайға байланысты Facebook және ВКонтакте желісіндегі жазбаға «Что случилось? Тот Кетмен, который в Игорском районе, как будто хотят межнациональный конфликт разжечь. Толком сама не знаю. Видео идет по WhatsApp. Надоело каждый раз бузить начинает» деп пікір білдірген үшін 4 адамға ұлтаралық алауыздық тудырды деп қылмыстық іс қозғалды. Бірақ жауапқа тартылғандардың ешқайсысы түрмеге қамалмады. Мысалы, жоғарыда айтып кеткен Тимур Ахмедов Қазақстанның бұрынғы президенті Назарбаевтың бұйрығымен бастапқы сот үкімі 5 жылдан 2 жылға жетпес уақыт ішінде түрмеден босатылды. Демек, ақталуыңыз да мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Әлеуметтік желіде пост не пікір жазарда қылмыстық кодекстің 174 бабы бар екенін ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.